Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Жансая үй жағдайында дәмді торт жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен бисквит әзірлейміз. Бисквитке жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Су, сұйық май, құмшекер, ұн, қопсытқыш, какао үшеуін біріктіріп араластырып қойдым. Ең алдымен ыдысымызды тазалап құрғатып аламыз. Құрғақ салфеткамен сүртеміз ішіне жұмыртқаның ағын саламыз. Миксерлейміз жақсылап. Жұмыртқаның ағына бір капляда, бір тамшыда жұмыртқаның сарысы түспеу керек. Егер түсіп кеткен жағдайда бисквиттеріңіз көтерілмей қалады. Құмшекерді аздап бөліп отырып миксерлейміз. Құмшекерді бірденнен салмаңыздар, кішкене миксерлеп, көбіктеніп келе бастағанда жайлап аз-аздан бөліп саламыз. Аз-аздан бөліп осылай миксерлей береміз. Құмшекер кішкене түбіне алып қаламыз. Жұмыртқаның сарысына қосу үшін. Енді бұны жақсылап стойки болғанша, яғни мықты миксердің ұшына тұрғанынша, қатты болып тұрғанша миксерлейміз. Жақсылап тұрып миксерлейміз. Міне осындай қоюлықта болу керек. Үзіп жібермеңіздер. Жақсылап тұрып миксерлейсіздер, осындай қою болу керек. Енді жұмыртқаның сарысын ыдысымызға салып, кішкене миксерлейміз. Үстінен құмшекерімізді салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп алдық, жұмыртқамыздың сарысы кішкене ағарды. Енді үстінен сұйық майымызды, суымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Үстінен құрғақ заттарымызды саламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді, яғни. Жақсылап араластырамыз бұны да. Қою болады осындай. Ештеңе етпейді, себебі қазір бұған жұмыртқаның ағын араластыратын боламыз. Міне көтеріп қойған. Аз-аздан саламыз. Бірденнен салмаңыздар, жұмыртқаның ағын басып алмау керек. Осылай жайлап араластырыңыздар, тез көп қып араластырып тастамаңыздар, жұмыртқаның ағы басылып қалмау керек. Егер де жұмыртқаның ағы басылып қалатын болса, сіздерде биік бисквит шықпай қалады. Аз-аздан осылай 3 бөлікке бөлеміз. Осылай бөліп араластырамыз. Қалғанын саламыз қазір. Осылай жақсылап араластырып, көп араластырып жүрмеңіздер. Астын үстіне осылай араластырып аламыз. Міне осындай көбік болып көтеріліп тұрады. Енді табамызға кольцомызды салып, кольцомызға құямыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Піскен шпажканың көмегімен, шидың көмегімен көреміз. Егер шпажканың ұшы құрғақ болып шықса, піскені таза. Не осылай көресіздер. Бұны енді сразу осылай төмен қаратып қойып қоясыздар. Көтерілгенің подиумы түсіп кетпеу үшін. Суды осылай енді
алатын боламыз ыдыстан босатып. Жан жағын ең алдымен осындай пышақтың көмегімен ажыратып аламыз. Жан жағындағыларды түсіріп жібереміз осылай. Енді оңай алынады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қандай әдемі болып көтерілген. Көтерілімі. Енді бисквиттің бетіндегі кішкене ғана көтеріліп тұрған, томпайып тұрған жерін осылай пышақпен кесіп алып тастаймыз. Енді бисквитімізді 3 бөлікке бөліп аламыз. Пышақпен бөлсеңіздер де, жіппен бөлсеңіздер де болады. Міне ортасы. Әдемі көтерілген. Енді тағы да бөлеміз. Бөліп алдық. Міне жұмының аппақ болып тұрған жері жұмыртқаның ағы кішкене араласпай қалған. Ол ештеңе етпейді. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып көтерілген. Енді крем жасаймыз. Бізге керекті сары май бөлме температурасындағы болуы керек, қатты еріп кетпеу керек, қатты болмауы керек, орташа болуы керек. Сгущенка мен майдың температурасы бірдей болу керек. Менде градусный жоқ, бірақ бір температураға қойып қойдым. Яғни сары майымыз жұмсақ та болып кетпеу керек. Сары майымыз ағарып көтерілгенше, осындай аппақ болғанша миксерлейміз. Көтеріліп аппақ болды. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұның үстінен сгущенкамызды құямыз. Миксерлейміз. Егер де сары майларыңыз еріп кеткен екеуінің температурасы екі түрлі болатын болса, кремдеріңіз іріп кетеді. Міне осындай болып, бір тегіс, бір келкі болып крем шығуы керек. Егер де кремдеріңіз іріп кеткен жағдайда су парына, яғни парабой ваняда ұстап, екеуінің температурасын бір қылып алып, кейінде миксерлесеңіздер болады. Істеп көріңіздер, болуы керек солай. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді кондитерлік мешоктың ұшын қырқып алып, ұшына насадкамызды саламыз. Насадкамызды саламыз, ішіне кремімізді саламыз. Бір тортқа жеткілікті крем. Коржымыздың ең бірінші бетін теріс қаратып қойып аламыз. Оған кальцомызды қоямыз. Кальцо тортымыз тегіс жиналу үшін керек. Міне кремді көріп тұрсыздар ма, қандай әдемі болып шығады. Гүл жасасаңыздар да болады торттың бұл креммен. Ең алдымен ыдыстың ішіндегісін салып алдым. Енді осыны, яғни корждың размерімен крем болуы керек. Көз мөлшермен саламын мен. Көз мөлшермен.
кремдеріңізді 2 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Кішкене ғана сыртына қалдырып. Екінші коржымызды, ортасындағы коржымызды ортасына қоямыз. Осылай қасықпен тегістеп жағып аламыз. Ең соңғы астын бетіне қаратамыз. Көріп тұрғандарыңыздай тортыңыз теп-тегіс беті шығу үшін ең астыңғы бетін бетіне қаратамыз. Енді кольцомыздан шешіп алатын боламыз тортты. Кольцомыздың ішіндегі жан-жағында кремді жинап алып, торттың бетіне жағамыз. Торттың жан-жағын, яғни оформлениесін өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Торттың жан-жағында кремдерінде тегістеп, осылай жинап аламыз. Міне дайын болды. Бетіне какао себемі мен Малайзияның какаосы. Бетін кішкене сәндейміз. Өз идеяларыңызбен, өз ойларыңызбен әсемдесеңіздер болады тортты. Яғни үйдегі бар заттарыңызбен сәндесеңіздер болады. Немесе мен секілді осындай бетіне какао сеуіп, осылай етіп қана қойсаңыздар да болады. Менде осындай сүтті қыздың сыртына жабыстыратын крошка бар. Осы крошканы торттың жан-жағына жабыстырамын. Жабыстырсаңыздар да болады, жабыстырмасаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша. Жабыстырып алдым. Енді әрбір бұрыштарына осындай жерлеріне осындай моншақ сияқты витаминка, яғни осы тортқа арналған, оформлениеге арналған домалақ шариктерді қойып шығамын, сәндеп. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып торт болып шықты. Енді мен сіздерге кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ, дәмді. Ешқандай пропитканы тәштенен де керек етпейді. Міне креміміз. Қазір сіздерге вилкамен, яғни шанышқымен кесіп көрсетемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, дәмді болып шыққан. Істеп көріңіздер. Егер видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецептер бар. Кіріп көріңіздер. Тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да менің салған рецептерімді жіберіп алмас үшін. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет.